Күйеуім менің жұмағым. Монолог. Арайлап әрбір атқан таңда мен күйеуімнен ертерек оянып, оның ас-суын қамдаймын. Өйткені дайын тұрған дастархан оның көңілін көтеретінін білемін. Әр күн сайын оны жұмысына күннің көзінде күлімдеп шығарып саламын. Өйткені ол жұмысынан соң мені көру үшін үйге қарай асығады. Ол келгенде үйді айнадай таза, ал дәмді тағамның дайын болуына бар күшімді саламын. Өзім де барынша көрікті киімдерімді киіп, жағымды жұпар себініп алуға тырысамын. Өйткені күйеуім өзімнен екі дүниеде бірге болатын адал жарын көргенде көзі тойып, көңілі байыз тапқан жан жүрегіммен қалаймын. Үй шаруасының бітпейтін кеубеңдерін үйіп-төгіп оның еңсесін түсіргенін қаламаймын. Өйткені оның менсіз де жұмыстарынан шаршап келгенін жақсы түсінемін. Отбасымыздың қажеттіліктерін оның көңілі көтеріңкі уақытты кең кезде ғана айтып жеткіземін. Мен оның ата-анасын шын ынтамен құрметтеймін. Оларға қолымнан келгенін бар жақсы жасаймын. Өйткені Алла тағала менің асыл жарымды дүниеге жіберу үшін өзгені емес, дәл осы кісілерді таңдаған. Туған-туыс ағайындарын да шын пейілмен күліп қарсы аламын. Өйткені олар мені көріп мұсылмандыққа баға беретінін сеземін. Бөтен еркектермен еш уақытта әңгіме сыпырып тұрмаймын. Өйткені күйеуім ондай қылықты ұнатпайтынын жақсы білемін. Ауырып сырқаттанғанымда оған білдірмеуге тырысамын. Өйткені оның өз отбасын қатты уайымдайтыны маған мәлім. Ал оның мазасы қашып ауыра қалса әрдайым жанынан табылуға тырысамын. Себебі мен оған өте керекпін. Оны ашуға булығып ренжитін кездерде болады, бірақ ондай кездерде десе мә деп оның әр сөзіне жауап беріп отырғым келмейді. Себебі оның ренішін де, ашуын да шәй орамал кепкенше. Рас, кейде қым-қуат жұмыстарының арасында маған көңіл бөле алмай да қалады, бірақ ол үшін мен ренжімеймін. Өйткені ол не істесе де отбасының бақыты үшін шаршап жүр. Біз бәрібір ет пен сүйектен жаралған пендеміз. Сондықтан кейде ыдыс-аяқта сықырлап қалады. Ондай кездері көбінесе оны үндемей жеңуге тырысамын. Өйткені қазір болмаш себепке бола талай үйде Алланың алдында қиылған ақ некемді бұзылып жатқан маған мәлім. Айтпай келген кикілжіңнен кейін бірінші болып кешірім сұрайтын да менмін. Ақыретте бірінші кешірім сұрағанға мол сауапқа кенелетінін мен анық білемін. Ол менің қасымнан қашанда жақсы көңіл күймен кеткенін қалаймын. Өйткені ол үйден ұрыс-керіспен шықса, содан соң біреуіміз күтпеген жерден ажалға қауышсақ, ең соңғы ұрысымыз үшін мәңгі бақи қиналатынымызды білемін. Оның үй шаруасында жұмса деп берген қаражатын тек қажет нәрселерге ғана үнемдеп жұмсаймын. Өйткені Алла менен оның есебін де міндетті түрде сұрайды. Үйіміздің қашанда тыныш, берекелі, көңілге жағымды болуына жағдай жасаймын. Өйткені әрбір мұсылман еркек үйленер кезде сондай шаңырақты армандайды. Әрбір түнде оны менен разы болып ұйқыға жатқанын қалаймын. Өйткені күйеу разы болмай ұйқыға кеткен әйелге таң атқанға дейін лағнет қарғыс жауып тұратынын жақсы білемін. Мен бәрінде осылай жасаймын. Өйткені мен білемін, күйеуім менің жұмағым немесе тозағым.